Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында денсаулыққа пайдалы кеңестер туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Адам денсаулығының жақсы болмауы оның өміріндегі ең қауіпті әрі қатерлі өлімге алып баратын себептердің бірі. Көпшілігіміз денсаулық болса бәрі де болады деп жиі айтып жатамыз. Алайда өздері сол денсаулығы сыр бермейінше көңілде бөлмейді. Тұқым қуалайтын немесе басқа да жазылуы қиын аурулармен ауырған жағдайда жалғыз адамның өзі ештеңе істей алмайды. Ал дені сау адамдардың сол қалпын сақтап қалуы өз қолдарында. Сондықтан да адам денсаулығының бір қалыпты немесе жақсы болуына назар аударған жөн. Ең бірінші, адам күн сайын уақытылы ұйықтап, түні бойы жақсы көз ілетін болса, ағзаның бәрі ойдағыдай демалып, келесі күнге ағзаны дайындайды. Сонымен қатар бұл демалыс орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді және бүкіл ағзаға әсер болады. Себебі ұйқы жүйке жүйесімен тікелей байланысты. Дені сау адам күніне 8 сағаттан артық немесе кем ұйықтамауы тиіс. Сондай-ақ 1-2 сағат демалып алғысы келетіндер болса, онда мұндай демалыстан бас тартудың қажеті жоқ. Себебі арасында демалып алғанның ағзаға пайдасы болмаса, зияны тимейді. Қозғалыс бұл өмір деген сөздің жаны бар. Себебі бұл тұжырымдама шындыққа сәйкес айтылған. Адам жаратылысынан қозғалыста жүретін пенде болып жаратылған. Сол себепті де егер ол қимылсыз қалса, қандай да бір ағзасына кері әсер етуі мүмкін. Мәселен, компьютер алдында тапжылмай отырып жұмыс істейтіндер мен басқа да қимыл қозғалысы аз, бір орында отырып жұмыс істейтіндердің көпшілігі остеохондроз, сколиоз сияқты аурулармен ауырады. Сонымен қатар қимылы аз адамның денесін май басып, семіздікке шалдығуы ғажап емес. Ал бәріңіз білетіндей, семіздікке жол берген адам түрлі аурулармен ауырып, қосымша жүрек қан тамыр жүйесінің бұзылуына шалдығады. Яғни қысқаша айтқанда, қозғалыссыз өмір кез келген ауруға алып баруы мүмкін. Бүгінгі таңда жүйкені тыныштандыратын дәрі-дәрмектердің түрі өте көп. Алайда мұның пайдасы шаш етектен дей алмаймыз. Уақытша ем болатын бұл препараттарды сатып алуға аса әуес болмаған жөн. Егер де осындай дәрі-дәрмекті қабылдайтын болсаңыз, тек дәрігердің ұсынуымен және кеңесімен ғана пайдаланыңыз. Жалпы психологиялық тыныштық ол ең әуелі жан дүниенің тыныштығы. Сенің айналаңдағы, отбасыңдағы жанұя мүшелерінің ауызбіршілігі, бір-бірімен етене жақсы қарым-қатынасы. Егер де осының барлығы ойдағыдай болатын болса, адам психикасы да қалыпты жағдайды сақтай алады. Себебі денсаулық мықты болу үшін адамның жүйке жүйесінің тыныштығы өте маңызды рөл атқарады. Сол себепті қандай да бір жүйкеге салмақ түсіретін жағдайлардан іргеңізді аулақ ұстап, сабырлық танытып, денсаулығыңызды күткеніңіз абзал. Есіңізде болсын, егер де өміріңізде бір келеңсіздік орын алса, оның түйінін шешуді кейінге қалдырып, ішке бүге берудің қажеті жоқ. Бұл сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Адам денсаулығы жақсы болу үшін тағы бір ескеретін жайт дұрыс тамақтану. Құрамы дәрумендер мен құнарлы заттарға бай тағамдарды тұтыну арқылы көптеген аурулардың алдын алуға болады. Бүгінде авитаминозға шалдығу қаупі көп, алайда көпшілігі оны ауру деп санағысы келмейді. Бұл қате пікір. Себебі бұл басқа да аурулардың туындауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан да дұрыс тамақтануға аса көңіл бөліп қараған жөн. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.